Бір құл өмірінің жартысын жер қазумен өткізіп, ақыры баға жетпес асыл тасты тауып алады. Ол бастапқыда бұл олжасын патшаға беріп, қарнын тойдыратын бір табақ асқа айырбастауды ойлады. Алайда аузын ашып үлгерместен сарбаздардың қолынан қаза табады. Сол маңда болған бір жас бала бұл сұмдықты көріп, дереу жүгіріп келіп асыл тасты тартып алды. Содан соң бала биік жерге шығып, өз халқының бойында еркіндікке деген құлшынысты оятуға тырысады. Бірақ халық оның үндеуіне жаппай үн қоса бастаған сәтте, патша баланың көзін жою үшін оны ұстап, көпшіліктің алдында өлім жазасына кесуге бұйрық берді. Өлім аузында тұрса да, бала еш қаймықпайды. Жендеттің қылышы сермелер сәтте кенеттен пайда болған жарқыраған сәуле баланы жұмбақ үңгірге алып кетті. Сөйтсе, сиқыршы баланың батылдығына тәнті болып, оған патшамен күресу үшін құдіретті күш беруді ұйғарған екен. Тәңірлік күшке ие болған бала еш ойланбастан өз халқын құтқаруға аттанады. Бірақ бұл уақытта патша оның бүкіл отбасын қырып үлгерген еді. Ол үйіне оралғанда тек ажал алдында жатқан әкесі адамды ғана көреді. Әкесін аман алып қалу үшін бала барлық тылсым күшін оған беруді ұйғарды. Алайда адам есін жиып, отбасының аянышты өлімін көргенде бойын ашу ызамен жым билеп, бірден қара адамға айналады. Болған жағдайды білген сиқыршы оны дереу тұтқындап, мәңгілікке құлыптап тастайды. Арада 5000 жыл өткенде археолог Анна кездейсоқ қара адамның мөрін бұзып, оны босатып жіберді. Қайта оянған қара адам адамдар әлеміне кіреді. Өзін құтқарғаны үшін Аннаға алғыс ретінде, ол әйел мен оның ұлы жалдамалы жендеттердің қуғынына түскенде еш ойланбастан көмекке келді. Қара адам жалдамалы топтың тасталқанын шығарғанымен, оның бұл әрекеті Әділет лигасының назарына ілігеді. Қара адамның көзін жою үшін Әділет лигасының жетекшісі дереу көптеген қаһарманды ұрысқа аттандырды. Фильмнің атауы «Черный адам».